сіздермен Көкшетау қалалық сотының судьясы Қожамұратов Сержан Ақылбайұлы. Судьядан кеңес айдары аясында банктік даулар бойынша түсіндірме беруге рұқсат етіңіздер. Бүгінгі күні елімізде интернет ресурстарының дамуына байланысты банктер қашықтықтан қызмет көрсету форматына көшкен. Қазіргі таңда микроқаржылық ұйымдарының жұмысы оңтайланған. Бұл халықтың микрокредит алуға деген сұранысын арттырған. Несиелер негізі тұтынушылық мақсатта кез келген тұлғаға беріледі. Мұндай несиелерді микроқаржылық ұйымдар интернет арқылы тұтынушының табыс көзін сұрамай қысқа мерзімге береді. Яғни тұтынушы банкке бармай өзінің ұялы телефонмен кредитті рәсімдеуге мүмкіндігі бар. Қарыз шарты телефон нөмірімен интернет мобильді банкинг арқылы электронды нысанда жасалады және телефон нөмірімен төлем карточкасы байланыстырылады. Мұндай мәмілені жасау кезінде электронды цифрлы қол қою қолдануға рұқсат етіледі және заң бойынша жазбаша түрде жасалған болып есептеледі. Онлайн несие жылдам әрі оңай рәсімделгендіктен алаяқтықта орын алып жатқаны белгілі. Осындай қарыз шарттарының жарамсыз деп тану туралы арыздар сотта көптеп қаралуда. Алайда сотта банктен немесе ұйымдардан қарыз алаяқтық жолымен алынғанын дәлелдеу қиын. Себебі несие сол тұлғаға тиесілі мобильді құралы арқылы рәсімделеді. Оқырмандардың назарына банктердің сайттарына тіркелген болсаңыз, мобильдік нөмірі арқылы барлық электрондық құжаттамалар SMS арқылы түсетіні, оған келісімді беру немесе бермеу өзіңізге байланысты екенін жеткізгім келеді. Күдік туғызатын хабарламаларға келісім бермеу керек. Сол кезде жеке бас деректерін пайдалана отырып, белгісіз біреу сіздің атыңыздан банктен онлайн несие ала алмайды. Сонымен қатар, көп кезде тұлғалар жылдам әрі оңай ақша алуға қызығушылық танытып, шарттың талаптарына назар салмай, оны қайтару кезінде қиындықтарға тап болып жатады. Сол себептен банктен несие алған кезде шартты мұқият тексеру қажет. Оған қол қоймас бұрын сыйақы мөлшерімен өсімпұлға аса назар аудару керек. Және де бірде бір сервис алаяқтық жолын болдырмауға үлес қоса алмайтынын естеріңізге саламын. Заң бойынша заем алушы шартта көзделген тәртіппен және мерзімде алған несиені қайтаруға міндетті. Қарыз алмас бұрын оның салдарына көңіл бөлу қажет. Себебі қарыз ол міндеттеме, оны орындау керек. Назарларыңызға рахмет.